Бала кезімде анам осы хворсты өте көп дайындайтын, анамның рецебімен өте дәмді хворстар жасайтын боламыз. Алдымен бізге 3 жұмыртқа қажет. Жұмыртқаның үстінен шым-шым тұз қосып, 2 ас қасық қант қосып, жақсылап араластырып аламыз. Оның үстінен ұнды қосып, қолымызбен қатты қамыр илеп шығатын боламыз. Иленген қамырды салафанға салып, немесе осылай орап қойсаңыздар болады. 20 минутқа қалдырып, 20 минуттан кейін ұн себелей отырып, оқтаумен жұқа етіп жайып аламыз. Жайып болған соң пышақпен немесе осындай арнайы кескіштің көмегімен кесіп алсаңыздар болады. Одан соң міне видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп орап, кішкене таяқша немесе зубочисткамен осылай бір жерін іліп аламыз да, майдың үстінен осылай дөңгелете отырып пісіріп алатын боламыз. Екі жағын бірдей пісіреміз, сонда қызарып пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Балаларыма өте қатты ұнады.